Міне бір әдемі шөптер, аздап қана гүлі бар. Көп жерлерді осындай шөптермен толтырған. Әдемі. Бірақ бір өкініштісі осы үлкен дөңгелектің мына шетіндегі гүлдердің бәрін балалар ары бері жүгіріп таптап тастады. Мына дөңгелектің бойымен жүгіреміз деп. Бірақ осы жерде бір балаларына қой деген бір ата-ана болмады. Әйтпесе мынау шетіне дейін әдемі гүл болып өсіп тұр еді. Мынау тек ортасы ғана қалды қазір. Тапталмаған тек талдың түбі. Бір өкініштісі қазіргі дейміз қай кезде де балаларға кішкене қой деп айту жоқ. Мынау тамақ ішетін жазғы орын. Мынау біздің қызметкерлеріміз. Рахмет. Рахмет сіздерге. I love you. Рахмет. Мындай үлкен топпен келсе, мындай үлкен столдар қарастырылған. Мынау күндізгі бассейн. Адам көп шомылып жүрген. Күннің ең ыстық кезі. Түстен кейінгі 4 сағат. Көрінісі сондай. Теңіз терең болғасын, көбінесе балалармен келген адамдар осы балалармен бассейнге көбірек болады. Мынау күндізгі уақыт. Теңізге баратын жол. Өте жақсы территория, күтім жасалады, күнделікті төңірекке таза. Осындай үлкен ағаштар өсіп тұрады төңіректе. Мынау қоқысты сұрыптап салуға арналған орын. Пластик, темір, шыны, тағы басқаларды бөліп. Мынау жерде әртүрлі өзіңіз әдемілеп суретке түскіңіз келсе, ақылы түрде мынандай істерге сурет жасап береді. Альбом жасап береді. Сәлематсыз. Осындай әдемі суреттерге түсіреді. Қазақстан? Иә. Hello, Kazakhstan. Мынандай слюда дейміз ба? Пластикке де осындай суреттер жасап береді. Өте әдемі, ескерткішке. Сіздің өз қаймақта болған кезіңізден. Күндізгі теңіз. Сағат түстен кейін 4 шамасы. Қонақ үйдің ең үлкен ұтымды тұсы тура қонақ үйден шығасыз да теңізге келесіз 5 минутта. Тура теңіздің жағасында орналасқан. Сонысымен құнды бұл қонақ үй. Өзінің осындай үлкен жекеменшік пляжы бар. Теңіздің саяз жері бір 15-10 метрдей ғана шамасында, сондықтан адамдардың көпшілігі осы жақын жерде шомылып жүр. Алысқа бармай.
Теңізде суға түсіп жүріп, арасында жеңіл тамақ ішіп алам десеңіз, жақын жерде мынандай кафе де бар. Егер сіз жолдаманың бәрі ішіне кіретін түрін алсаңыз, осы жерге келіп, тегін тамақтануға болады. Демалып отырып, тамақ ішіп алып, теңізге барып қайтадан суға түсіп жүруге болады. Қыдырып жүріп ағашқа көзім түсті, түсіргім келді. Меніңше шырмауықты сыртынан өсірген сияқты. Бүгін біздің Анталиядағы соңғы күніміз. Бүгін таңертеңгі теңізге соңғы рет келіп тұрмыз. Бүгін теңіз күндегіден ашулырақ екен. Жағаға қатып тұрып жатыр толқындар. Күндегімен салыстырғанда. Мынау балаларға арналған түрлі машиналар ойнайтын. Бұның бәрі ақылы. Жалпы кез келген нәрседен табыс көріп, соны табыстың көзіне айналдыруға жақсы бейімделген екен. Мына жерде бір кішкентай ғана зал, ойын залы. Ішінде түрлі ойын автоматтарымен бірге мынандай үстел теннисін қойыпты. Арғы бұрышына бір кішкентай баскетбол шығыршығымен торын қойған екен. Күнде сол таңертеңнен бастап кешке дейін бір босамайды, түнгі 11-12-ге дейін. Бір жағынан спорт, екінші жағынан жақсы уақыт өткізу. Бір жетон $1 тұрады. $1 ешкім шектеліп қалмайды. Әрине 5 жетон, 10 жетон алады адамдар. Содан осы кішкентай жерден де табыс тауып отыр. Мынау енді бір баскетболдың домын лақтыруға құмар адамдар көп болды. Мен де осы жерге жиі келіп тұрдым. Таңмен Анталия аэропортын бетке алып, жолға шықтық осындай автобуспен. Автобустың іші тап-таза. Жүргізуші ішетін сусындарын мына жерге қойып қойыпты ғой деп таңғалып отыр едім. Сөйтсем ол сатуға қойған екен. Жоғары жаққа бағаларын жазып қойыпты. Жүрген жерлерінде ақша тауып жүреді екен ғой деп таңғалып қалдым бұғанда. Қайтар жолда әдеттегідей сарқыталатын жерге тоқтаймыз. Бәрі ойластырылған. Турист болып келген адамның әрқайсысы дос-жаран, туған-туысқандарын әйтеуір бір нәрсе алатыны белгілі. Қайтар жолда фабрикасына апарамыз, тәттілерді сол жерден арзанға аласыңдар деп қонақ үйде жүргенде хабарлап қояды. Сосын осындай жерге алып келеді. Бірақ ешқандай да фабрика емес, кәдімгі дүкен. Адамдар бір 15 минут аралап алатын сарқыттарын осы жерден алып алады. Жаңа жолда келе жатқанда бір кішкентай неге көзім түсті. Соны түсіріп алғанша асықтым. Ана бөрінің символикасына. Біз енді қазақтар, ой, біз көк бөрінің ұрпағымыз, байрағымыз бөрі, ұранымыз алаш, бөрлі байрақ ұстап талай жаудың мысын басқамыз деген сөздерді. Олардың бәрі әрине пафосты сөздер. Соларды көп айтамыз, бірақ әр жерге мысық тұқымдас барыстың суретін қоямыз. Енді қазір жолда тағы бір болса түсіргім келеді, кездесетін шығар деп ойлаймын. Мынау сол Анталия аэропортына баратын жол. Таңмен келе жатырмыз.
Мына жерде де міне байқасаңыздар, анау бөрінің символикасы тұр. Көк бөріден тарағандар міне қойыпты көк бөрінің символикасын. Осымен біздің Түркия сапарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар. Өз қаймаққа барсаңыздар өкінбейсіздер, жақсы демаласыздар. Қазақстанның маңдайына да бір Ататүрік бұйырар деп бізде қайттық Түркиядан. Стойки регистрации 104 по 107. 104 по 107, который улетает в 9 часов 00. Время полета ничего не изменилось, также остается 9:00. Сейчас мы подъедем к зданию, там будет обозначение АБЦД. Заходите в любой из них, а это ведет в одно направление, то есть к металлоискателям. Чемоданы проходят через металлоискатель. За металлоискателем будет стойки регистрации. Табло регистрации и стойки регистрации. Регистрируйтесь, поднимайтесь на второй этаж. На втором этаже будет проверка ручной клади и паспортный контроль.